Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Парсы мәдениетінде бір беттік кітап деген қызық жанр бар. Яғни кітаптың не вақиғаның сюжетін бір параққа ықшамдап сыйғызу өнері. Мұндай дәстүр орта ғасырда да болған. Мықты шайырлар бір ертегінің не әңгіменің желісін бір шумақ өлеңмен түйіндеп жарысатын. Ендігі тыңдағалы отырған бір беттік кітаптың мазмұны расымен де өте қызық, әдемі, ғибратты вақиғалар таңдалған. Іші тұнып тұрған мақал мәтел, ақлия. Балаларды ғана емес, ересектерді де бірден баурап алады. Әр кітаптың соңында бір ойлы түйін бар. Әсіресе бұл смартфон мен интернет заманда бүлдіршінге кітап оқытудың, қызықтырудың тиімді тәсілі. Ендігі тыңдайтындарыңыз Иран жазушысы Мехди Мираземидің осы бір беттік кітап жазбалары. Аударған шығыстанушы маман Гаухар Омарханова. Адал мен арам. Бала кезімде үлкендер адал дүниесін арам еткендер деген сөзді айтып жататын. Сол сөздің мәнін де мағынасын да түсінбейтінмін. Онысы несі? Адал еңбекпен тапқан дүниен қалайша арам болып кетеді деп үстірт қарайтын едім. Кейін ойласам солардікі дұрыс екен. Біреулер өзінің адал дүниесін арамға былғап алып жататын кезде болады. Мәселен, мен сатушы болсам, біреуге қайтаратын қарыздың орнына шоколад немесе ойыншық салып жіберсем, арамға былғады деген сол емес пе? Біріншіден, мен бұл істі оның рұқсатынсыз істедім. Оның шоколад немесе ойыншық алғысы келмейтіні шығар. Екіншіден, өзім 700 мыңға сатып алған нәрсені 1000 теңгелік қарызымның орнына беріп жатырмын. Бұл адал іс емес. Немесе дәрігерді мысал етейік. Ақ халатты әбзал жанның кейбірі нұсқау жазғанда науқасқа білдірмей бір-екі дәріні қосып жазып жібереді. Ол дәрінің зияны болмауы мүмкін, бірақ пайдасы да жоқ еді. Бәлкім жұмысын көпіртіп көрсеткісі келе ме екен, кім білсін. Науқас ол дәрінің ақшасын балаларының аузынан жырып жұмсайды. Бұл да адал іс емес. Өз ісіңе адал болмасаң, тапқан ақшаң қайдан адал болсын? Автобус жүргізушісі көлікті қалай болса солай айдаса, соның кесірінен жолаушылар қиналып, қорқып, шаршап, бір-бірімен ұрсып жүрсе, оның қай жері адал? Түбінде апатқа ұшырап, біреудің өміріне қауіп төндірері өз алдына бөлек әңгіме. Бұл кез келген кәсіпке, кез келген маман иесіне қатысты. Теледидарда журналист болсаң, мәнсіз мағынасыз өтірік дүниемен жұрттың алтын уақытын ұрлағаның үшін адалдықтан алыстайсың. Себебі анығын айту адалдық, өтірік сөйлеу арамдық деген. Құрылысшы маман жұмысты уақытында бітірмей, сылтау айтып соза берсе, механик маман еріншектікке салынып жөндей салуға болатын тетікті қоқысқа тастап, жаңасын сатып әкел деп жұмсаса, саудагер адам бір тауардың сапасыз екенін біле тұра алып сатумен айналысса, ауылдағы диқан қарбызын үлкен болсын деп химиялық дәріге үйір болса, мұндай жолмен тапқан табыстың ешбірі адал бола алмайды. Арамнан алған түйеден, адалдан алған ешкі артық деген. Әйтсе де адал дүниесін арам ету саудагерге ғана тән десеңіз қателесесіз. Себебі Құдайдың өлшемінде барлық адам саудагер. Олар уақытты Құдайдан қарызға алады. Уақытын босқа өткізіп, бірдеңе үйренбесе, үйретпесе, оқымаса, тоқымаса, бір қайырлы іске жұмсамаса, Құдайдың берген адал уақытын арам еткені. Немесе ақшалай алған қарыздың орнына ойыншық яки шоколад бергені іспетті дүние ғой.